Ana tayağını. Akıl bir ana tayak. Sen jurt durayın dep köbüsün. Ja kiyim dostum ja Avstrup. Mikrofonu var eken, he? Var koy. Bir koyga satıp ağam mı? Davay sen makım. Nereye kayda gittin? Ne koyuşu өлең okuyun dep atar. Ket kalma. Өлең de okana. Nurlan ketip kaldı soğanı oku gerek. Al өлеңini okup bersin. Kelincan tыңda. Bir өлеңi var oku. Өлең емес қой. Ne? Көке әнетімде ме? Әнетім. Kötü. Sondan o tangatların gazına yalmayı. Ben aytmakşım ben. Sen ən aytadın bilmeyeyim. Baş et. Ben sen bekar şartım. Әнетімде ме? Өткенде бір жылқы бердің ме әнетімде? Жылқы айт. Tangat kім әкететін мен әкеттіңдер. Әнім жетсін осына бар қауымға бір ән салып берейін алдарында. Ағайындар. Ойбай, мынау ақырет. Ойбай. Ойбай деп ойбайлама қатындарша. Одан да сөз бастаймын ақындарша. Екі жастың тойында ұрыс таласында қылам, содан да жүрмейміз, дос бауырым, жақындарша деп айта беремін. Сөз тақпанға қолға жоқ. Айтқызайын, даусын нашар болса да, өстеп тыңдаңыздар. Жібер бала. Қандай ән? Қандай? Ешкім сүймілдемеймін бе? Тарт. Сүймілдемейді, өзің айта бер, не қыласың? Айта берсей. Сүймілдемесем мен қалай тендегіден болса айта беремін бе? Жалғыз өзім. Тарттырсында бір сүйім, тарттырсында бір. Тартылмай, жаңа аккордеон тартатындар кетіп қалды. Айтса енді, қандай ән айтасың онда? Не айтайын? Любойны айта беремін ба? Любойны айта беремін. Любой деген ән бар ма сендерде? Любой деген ән болмайды ғой, өтірік айтпасаңшы. Любой деген ән болмайды ғой. Қытайдан келіп алып орысша үйреніп алыпты, ә? Үйренді ғой, любой, простой, красивой, блатной деген ән. Оңғар, бич. Мына кетпей бәле бір адам. Айта беремін. Шетелдің бір әні бар. Адам білмейтін. Итальянша. Любойны айта беремін. Кән. Қой бағып жүргенде 5 өлең жаттап алады. Шығар тоғы. Ал енді айтып көрем. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme lejos, muy lejos de aquí. Sözlerim bilmeymen koy. Bésame mucho diyorsa etki diyorum. Diyorum Любой ne diyorum. Mına koyuşuğa ben rıza oldum ya. Etki diyorum. Buna ben işleri aytamaydım. Karış. Aytamaydı şimdi. Ben çok buldurayım. Buna ırstı degen kelinimiz. Soğanlarına aytsanız. Mahabatı мәңгілік болсын біздің баламенен. Ең махабаттың тұнығы Индияда дейді. Әннің әуендісі Индияда. Осы келіңдеріне бір индийский ән жібере аласың ба? Білесің ба? Оны ән білмеймін бірақ. Ой, онда бекар шығардым ғой мен сені. Тарта берсін. Қой бағып жүргенде күніге 5 өлең жаттап аламын ғой. Тарта берсін айтып. Сол үшін табылатын жаттым. Оңғар, индийский музыка бар ма? Жіберші. Кел. Осы ма? Қандай? Já pega, jamega, pulade, meria, doroki nakaroki.
табылың, бәрі табылың. Ой, сен өз келесің. Сізде кіммен билеп атқаныңыз білмесін, қойшымен сөйтіп билей ма? Менмен билесеңіз болады ғой. Білмейді. Ырзамын, иә? Молодец. Рахмет. Келің арнап, қандай? Енді мен сұранайын. Қазақша ән айтсын. Өйткені қазір итальянша айтты, индияша айтты, қазақша нағып айтты. Дұрыс па? Қазақша білесіз бе бір ән? Қазақша айтасыз. Ой, бәрін білгенде қазақша білмейді дейсің бе? Қазақша білем ғой. Жоқ, қандай ән? Анамызда Қытайда жүрген кезде оралман деп менсінбесіндер ғой, бірақ Қытайда жүрген кезде осы Қазақстанды сағынып, атамекенімізді сағынып, жылап сықтап, ел сағынып айтатын бір өлеңіміз бар еді, Нұрғиса жәкемізді құстарға айтып барады деген әнді. Сұрасам бола ма? Конечно. Мынау шетте жүрген қазақ қандастарымыз туған жерді сағынғанда Нұрғисаның құстар әнін айтып жылайды екен. Айтамыз ғой. Бәріміз қосылып айтайық. Жарай ма? Бәрі айтам. Жүрші құстар әнін. Егер тарталсаңыздар. Бәрі айтсын бірақ. Болды. Рахмет. Мына дастархан еркінің класстастары ма? Достары. Рахмет сіздерге. Рахмет. Өте жақсы қатысып отырсыздар. Жүсіп Ақшора. Рахмет. Сәуленің туған ағасы. Тағы сылқымасын тағы айтсыз ба? Қоя тұршы. Мына жердегі мен қазір мына тойда отырып мен ырза болып отырмын. Өйткені мынарада еркінің класстастары отыр екен. Сол класстастардың ішіндегі Қайрат баты? Қайрат Беркен. Жүр. Мына мен Жүсіп екен деп қалдым жаңа осыны. Иә, Жүсіп екен деп қалдым. Сен мына Бауырым. Еркін қайда? Сенің әкең біздің ауылда барған ау шын. Суретке түсін дедім. Еркін. Еркін Сәуле қайда? Класстасың ба, Қайрат? Қасында тұрып суретке. Рахмет жабыла ұртмады. Бәрекелді. Жүсіп Ақшора, Еркінбектің қайнағасы, туған қайнағасы. Жаңа айттыңыздар ғой, Жүсіп жоқ па деп, сразу алдырдық. Еркінбекті айтты, қайнаған болмағана кейін той бір түрлі болып жатыр деді. Мені шақырдық. Қызмет қыламыз, қызмет. Рахмет. Мен бауырым дертіп сұрайшы. Қалай болғанын сұрайшы.